Доса һәм жәннет хақындағы дәслепкі түсінікілер, дөңгелек, дәслепкі нызамлықлар, сондай-ақ 60 санына текарланған дәслепкі есаплау системасы, және де дәслепкі мемлекетлер һәмде ең дәслепкі жазу тап осы мемлекетте пайда болған. Цивилизация тамырларына уақыт аралығы бойлап саяхатымызға даярсыз ба? Бүгін біз бір уақытларда толып тасып аққан Дажла һәм Фрот дариялары бойлап дәслепкі қалалар пайда болған һәм адамлар өз тарихын бірінші рет жазуды баслаған жерлерге жол аламыз. Бұл Месопотамия, мәдениет һәм ілім пәннің бесігі. Әйемгі шумерлер, аккадлар, бобилилер һәм ассуриялылар отаны. Сондай-ақ тап осы жерлерде бүгін біз һәр күні ислететұғын көплеген түсінікілер пайда болған. Месопотамияның ойлап табу һәм жаңа ашылулары инсаният тарихын бүткіллей өзгертіп жібергенін көру үшін бүгін бізбенен бірге Жайхунның тарихи суына сүңгуге даярсыз ба? Олай болса, біз басладық. Дажла һәм Фрот дариялары аралығында жайласқан Месопотамия инсаният рауажлануы бесіклерінен бірі саналып, оның ілім, архитектура һәмде мемлекет системасы рауажлануына қосқан үлесі оға да айрықша. Тап осы жерде Аккад, Шумер, Бобил һәм Ассурия сияқты жаһан тарихында өшпес із қалдырған әйемгі рауажланулар пайда болған. Сондай-ақ Месопотамия Урук һәм Лагаш сияқты дәслепкі қала мемлекетлердің отаны болып, олар экономикалық, мәдени һәмде сияси тәсірдің хақиқи орайлар есапланған. Әйемгі Месопотамия, яғни екі дария аралығы инсаният мәдениеті ерте рауажланған өлке болып табылады. Археологлар бұл орыннан палеолит дәуірінен баслап, яғни 7-8 мың жылдықлардан адамлар жасап кетірғанлығын анықлады. Фрот һәм Дажла дариялары тасқынлары себеплі бөгетлер, суғару имаратлары құрыла баслаған. Месопотамияның құбыла бөлегі пәс тегізліклерден бәрәт болған. Арқадағы өлкеде болса, тоғай һәм таулар көп болып, құбылалылар бұл жерде ағаш келтіру мақсатында жүріслер ұйымластырып тұрған. Құбыла Месопотамия онда жасайтұғын халық атынан Шумер. Арқадағы өлке болса, Аккад қауымлері атынан Аккад деп аталған. Екі дария аралығы эрамызға шекемгі 6-5 мың жылдықларда пайда болған абат ауыллар өнерменшілік һәм сауданың рауажлануынан жүді тез пәтпенен қалаға айланды. Эрету, Урук, Ур, Ларса, Лагаш, Умма, Исин һәм басқалар Шумер топрақларында Мари, Ниневия, Кархемиш, Ашурлар, Аккада ямасы арқада эрамызға шекемгі 4 мың жылдықтың 2 ярымы, 3 мың жылдықлардың басларында шөлкемлестіріледі. Шумерлер өз қалаларын құяшта кептірілген үлкен шикі керпіштен құрған. Құдайлардың хайкеллері болса арнаулы келтірілген таслардан ойып ісленген. Қала мемлекетлер ен деп аталып, оларды жоғары рухани лугал басқарған. Енлер, яғни қала мемлекетлер онша үлкен болмаған. Атап айтқанда, Урдың майданы 20 гектар. Халқы болса 4 мыңға жақын еді. Әрбір қала мемлекеттің әскері болып, олар 2 бөлекке бөлінген. Әскерлердің бір бөлегін найза һәм шаншқылар менен құралланған, еше қосылған ұрыс арбалы әскерлер құраған. Екінші бөлегі ұрыс балтасы, қанжар, найзалары болған ауыр құралланған пияда жауынгерлер болған. Жауынгерлер темірден жасалған әскери бас киім, бронлық қалқалар менен тәминленген. Месопотамиялылар дариялардың тасқынларын бақылау һәм суда атсыларға бағдарлау мүмкіншілігін беретұғын құрамалы суғару системасын ісілеп шыққан. Бұл болса хасылдарлықты асырған. Бұл жаңалықлар регионның көплеген қалаларын азық-түлік менен тәминлейтұғын бай диханшылық қожалығын жаратуға жәрдем берген. Месопотамия өзінің архитекторлық саласындағы жетіскенліктері менен де даңқ таратқан. Бұған мысал етіп, Бобил минарының үлгісін келтіру мүмкін. Қалаберді бекілігі һәм көркемлігі менен таң қаларлы Зиккурат етеманан кибадатханасы да сондай имаратлар қатарына кіреді. Екі дария қала мемлекетлері ұзақ әсірлер дауамында өзара ұрыслар алып барады.
эрамызға шекемгі 2316 жылға келіп, Аккад патшасы Саргон бірінші Месопотамиядағы 50 қала мемлекетті бірлестіріп, ірі мемлекет шөлкемлестіреді. Аңызларға қарағанда Саргон батыр жігіт болып, кейінірек ол Хаял Құдай Ишатырдың қауындерлігінде өсіп, тақтқа отырады. Екі дария аралығына басқыншылық ете басылаған Саргон Лугал Загисін тұтқынға алып, Құдай Энлила құрметіне құрбанлық келтіреді. Ол Элам, Месопотамия, Олд Азияны иелеп, өзін 4 ықылым патшасы деп жариялаған. Саргон бірінші патшалығы Құбла Батыс Азиядағы дәсепкі ең ірі құл иелеушілік мемлекеті еді. Онан кейін Месопотамияда түрлі хүкімдарлар Нарам Суэн, Шульги, Гандаш, Агум сияқтылар да өздерін 4 ықылым патшалары деп атаған. Саргонның мирасқорлары дәуірінде Аккад күшсізлене барып, көшпелі Гутей қауымлер тарапынан басқыншылық етіледі. Гутейлер Месопотамияда 125 жыл хүкім сүрген. Эрамызға шекемгі 22-ші әсір ақырында Ур патшалары Месопотамияны Гутейлардан азат етеді. Эрамызға шекемгі 2-ші мыңжылықлардың басларынан Месопотамияға арқа батыстан Амори қауымлер бастырып кіреді. Яғни Ларса, Исин, Мари, Ашур, Ишун қала мемлекетлерін бас балады. Олар өз пайтақты Баб-Илу, яғни Құдай даруазасына тикар салады. Әне греклер бұл қаланы Бобил деген атпенен тарихқа кіргізеді. Айемгі Бобил патшалығы тикаршысы Сума-Абун болып, династия уәкілдері эрамызға шекемгі 1894-1595 жылларда мемлекетті басқарған. Патшалықтың ең рауажланған дәуірінде Хаммурапи хүкімдарлық етті. Бұл эрамызға шекемгі 1792-1750 жылларға туры келеді. Әне оның дәуірінде шөлкемлестірілген һәм 247 статиядан барат низамлар идеография жазуында базальт тасы үстіне бітілген. Низамның кірісу бөлімінде оны шығарудан мақсат мемлекетте әділет орнату деп жазылған. Осы низамда ибадатхана мүлкін ұрлаған адам өлімге хүкім етілген. Егер қандайда бір адам ешек, қой ямаса құлды ұрласа, ол ұры өлтірілуі керек болған. Қала берді бұл низамға муапық егер ұл атасын ұрса, оның қолын кесіп таслау керек болған. Егер қандайда бір адамның тісі ұрып сындырылса, гүнәкардың да тісі сындырылуы керек болған. Егер біреудің көзін кімдір соқыр еткен болса, сол айыплының да көзі ойып соқыр етілген. Кімке қашан құлды жасырса, жасырған адам өлімге хүкім етілген. Кімдір өзінен жоғары хамелдегі кісіні ұрса, өгіз терісінен тоқылған қамшы менен 60 қамшы сабалау керек болған. Низамларда әділдік критериясы айыплыға салыстырғанда ол жеткізген зиян дәрежесінде жаза беру есептелінеді. Хаммурапиға шекем қарыз алып төлемеген адам өмірлік құлға берілген. Ол болса қарыз орнына 3 жыл іслеп беру, кейін азат ету хақындағы низамды қабыл етіп, еркін бұқараларды құллыққа түсуден қорғайды. Әтібарға лайық тарепі сонда бұл кодекстегі көплеген қағидалар жақын шығыстың кейінгі құқи системаларына да тәсір көрсеткен. Бобил инсаният тарихы һәм мәдениетында терең із қалдырған ең әйемгі һәм атақлы қалалардан бірі болып табылады. Қазіргі Ирак аймағында жайласқан Бобил эрамызға шекемгі 18-ші әсірде Хаммурапи сияқлы шахлар хүкімдарлық еткен дәуірде өзінің ең жоғары рауажлану шыңына ерісті. Жоғарыда айтып өткеніміздей, тап некеден тартып жинаятлы жазаға шекемгі болған мәселелерді өз ішіне алған әйемгі құқи хүжетлерден бірі Хаммурапи низамлар комплексі шөлкемлестірілді. Сонда айтып өту керек, Хаммурапи низамлары көзге көз принципіне тикарланған қатаң қағидалар системасы болып, бұл тикарның әділ судылау үшін зарурлы қадем болды. Бобил өзінің рауажланған мәдениеті, пәні һәм архитектурасы менен ажыралып тұрар еді. Бобилдің ең атақлы белгілерінен бірі Бобил мінары болып, ол Инжилда инсанияттың тикарсыз талабы һәм бірлігі белгісі ретінде суретленген. Сонымен бірге менменліктен ескерту болып табылады. Зерттеушілердің шамалауларына қарағанда, таң қалғандай Бобил мінарасы қала қауендері Мардук құдайына арналған үлкен көп қабатлы ибадатхана. Етеменан зиккуратынан ілхам алған болуы мүмкін.
Бұл зиккурат 91 метр биіктікте көтерілген һәм өз дәуірінің хақиқи архитектуралық караматы еді. Бобелдің және бір караматы Семирамида бағлары дүнияның 7 караматынан бірі ретінде тілге алынады. Олардың бар екенлігі хақында анық археологиялық дәлелдер болмаса да, айемгі текстілер һәм грек деректері аспа бағларды экзотик өсімліктер һәмде Фрот дариясынан суды биік террасаларға алып шығушы суғару системалар болған көп қабатлы құрылыс ретінде суретлейді. Бағлар Бобелдан көре Ниневияда құрылған болуы мүмкіндігі хақында шамалар бар, бірақ Семирамида бағлары образы Бобелдің атақлылығы хақындағы аңыздың ажыралмайтұғын бөлегіне айланды. Бобелда пәнде гүллеп жасынады. Бобеллар бірінші болып системалы астрономияны жаратты һәм аспан хадиселерін алдынан айтып бере алды. Олар 12 айға текарланған зодиаклар системасы һәм календарларды іслеп шықты. Бұл болса, заманауи жыл есабы үшін тикар болды. Бобелдің математикасы 60-лық системасына текарланған еді. Сол себеплі қазірде сағатты 60 минутқа һәм шеңберді 360 дәрежеге бөлеміз. Олардың анық есап кітаплары һәм аспан денелерін бақылауы хатты заманауи ілімпазларды да таң қалдырған. Бобеллылар шебер құрушылар да болған. Олар регионда көп ұшырайтығын лай гербіштен құрылыстың құрамалы ұсуларын іслеп шықты. Қала биік диуалларменен оралған болып, айемгі деректерге бола, олар биіктігі 40 метрге жеткен һәм дұшпан хүжімлерінен қорғаған. Бұл диуаллар оғада тәсірлі болғанлығы соншелі, айемгі грек тарихшысы Геродот оларды дүнияның караматларынан бірі деп тәріплеген. Шах Навуходоносор екі хүкімдарлығы Бобелдің алтын әсірі болды. Әне ол қаланы қайта құрды һәм үлкен имаратлар, атап айтқанда, таңқалғандай жанзатлар суреті менен безетілген һәм тоқ көкіреңлі сырланған керпіштер менен оралған атақлы Иштар даруазасын пайда етті. Бүгінгі күнде Иштар даруазасының бөлімлерін музейлерде көру мүмкін. Бұл болса, заманауи инсанларға Бобелдің қаншелі дәрежеде атақлы болғанлығын сезіну мүмкіншілігін береді. Бобел тек қана хүкімет орайы емес, бәлкі рухи орай да еді. Қаланың бас құдайы Мардук болып, оның сыйынуы тап осы жерде рауажланған. Мардукқа арналған Балсагела ибадатханасы бүткіл регионнан зияратшылар келетұғын мұхаддес орын еді. Бұл ибадатхана соның менен бірге астрономиялық обсерватория вазипасында атқарған. Онда өзге діндегі діни қызметкерлер аспан шықтыларын бақылаған һәм календарды есаплаған. Бобел патшалығы құлағаннан кейінде Бобел абырайлы қала болып қала берді. Бірақ уақыт өтуіменен вайран болып ұмытылды. Оның қарабақаналары тек 19 әсірде табылды және бұл регионда археологиялық зерттеулер дәуірінің баслануы болды. Қазылмалар уақытында идеография тақталарының бөлеклері табылды. Олар ілімпазларға айемгі бобеллылар тілі, мәдениеті һәм тұрмысы хақында түсінік берді. Бұл жаңа ашылулар себеплі біз Бобел низамлары, әдебиеті һәм діни қиялары хақында білуіміз мүмкін. Бобел рауажлануы ұлы рауажланудан кейін кризисқа ұшырай баслаған. Гапсонда Хамурапи өлімінен кейін тақтқа баласы Самсюлун отырған. Аморилер династиясы соңғы уәкілдері уақытында Бобел күшсізленіп, шығыстан бастырып кірген көшпелі кассет қауымлері оны эрамызға шекемгі 1595 жылдан басқара баслайды. Шумер цивилизациясы бірінші болып мықхат, яғни идеография деп аталушы жазу системасын жаратты. Бұл жазу текарынан зәрулі нәрселерді белгілеп қою, хатлар жіберу, сондай-ақ салықлар һәмде әділ судлау курсындағы малуматларды сақлау үшін қолданылған. Бұл жазу системасы болса, регионның кейінгі жазу мәдениетіне текар бола алады. Сондай-ақ Элам һәмде Египт жазуларының рауажлануына да өзінің тәсірін көрсетеді. Ең зарурлы археологиялық жаңа ашылулардың бірі бұл Непур қаласындағы Иштар ибадатханасы болып, ілімпазлардың пікіріне қарағанда бұл мұхаббат һәм ұрыс хаял құдайына сыйыну менен байланыслы болған. Тек дәслепкі мемлекетлері ғана емес, дәслепкі жазу да эрамызға шекемгі 4-ші мыңжылдықта Құбла Месопотамияда жаратылған. Месопотамияда сауатлылық Египтке салыстырғанда кең тарқалып, онда хатте шопанлар да қойды есаплауды білген.
Екідария аралығында дәслеп иероглифлардан пайдаланылған болса, кейінірек идеография жазуы да қалыптасты. Месопотамияда жазу үшін лай тақтайшалардан пайдаланылған. Ур, Нипур, Ниневия, Бобил, Ашур һәм басқа да қалаларда лай тақташалар топланған кітапханалар болған. Іліми зерттеулер соны көрсетеді, месопотамиялылар айемгі астрономиялық зерттеулерде де шебер болған. Яғни олар ай календарын жаратып, құяш һәм ай тұтылуларын болжай алған. Бұл болса оларға діни һәмде ауыл қожалығы дәстүрлерінде жәрдем берген. Сонымен бірге олар көк өсімліктер һәм сиқыршылыққа текарланған медицинаның дәслепкі формаларында әслеп шыққан. Бұны табылған идеография тақталары тастиқлайды. Бобилде астрономия жақсы рауажланған. 6-7 қабатлы обсерваториялар, зиккуратлар құрылған аспан денелері, ай һәм құяштың харекетлері бақыланған. Олар ай жылы 354, құяш жылы 365 күн екенлігін белгілеген. Айемгі Месопотамиядан бізге шекем саатты 60 минутқа, минутты 60 секундқа бөлу жетіп келген. Ниневиядағы Ашурбанипал кітапханасынан Египт, Урарту, Бобилдің карталар табылғаны географияның да жоғары рауажланғанынан дерек береді. Олар Хиндистан, яғни Мелаха, Испания, яғни Тарсиса, Афганистан хақында мағлуматларға ие болған. Месопотамия жазушылары дүнияның жаратылуы хақында, дүнияны су басуы хақында ең айемгі аңызларды жаратқан. Екідария аралығында жаратылған ең атақлы дөртпелерден бірі Гильгамеш хақындағы дастан болып табылады. Онда Гильгамеш һәм Энкидудың достығы, хадиселері һәм қаһармандық салтлары хақында гүррің етіледі. Месопотамиялылардың діни сыйынуы табиат күшлері, аспан денелері тикарында қалыптасқан. Құдайлар дәслеп әйелдер көрінісінде, кейінірек ер адамлар арқалы суретленген. Ан, аспан, ки, жер құдайы есапланған. Олар ер хаял болып, перзентлері Хауа құдайы Энлил өсіп өнгеннен соң, жерді орын ете баслап, құдайлар үрім бұтағына тикар салады. Құяш құдайы шумерлілерде Уту, аккадлыларды Шамбеш болған. Ай құдайы шумерлілерде Ниннар, аккадлыларда болса Син деп аталған. Шумерлілер Зухра жұлдызын Янна деп атап, аккадлылар оны Иштар деп атаған. Ол хасылдарлық һәм мұхаббат хаял құдайы есапланған. Бобил жетіліскен уақытында оның құдайы Марлук мемлекеттің шухары құдайына айланды. Көп құдайлық хүкім сүрген Месопотамияда дәслеп құдайлар хүрметіне адамлар құрбанлық етілген болса, кейінірек оларды түрлі хайуанлар менен алмастырған. Месопотамия мифологиясы айрықша һәм рәң-бәрең. Ең айемгі көркем әдебиатқа байланысты дөртпелерден бірі болған Гильгамеш хақындағы дастанда достық, өлім һәм мәңгілік сияқлы түсініктер сәулелендірілген. Және сонда айрықша айтып өту керек, бұл дастан басқа айемгі цивилизациялар әдебиатына да тәсір көрсеткен һәм бүгінгі күнге шекем ілімпазлардың ітібарын тартып келмекте. Қызық тәрепі сонда жәннет һәмде дозақ хақындағы қияллар дәслеп Месопотамияда болып, кейінірек басқа мәдениетлардың діни көзқарасларына тәсір етеді. Зерттеулер соны көрсетеді, Месопотамия әжайып тәрізде көп мәдениетлі регион болып, онда халықлар һәм тілдер араласып кеткен. Бұл болса, мәдени һәм экономикалық алмасуды байытқан. Месопотамия әулетларға дөңгелек ойлап тапқаны һәм математикалық тикарларды, атап айтқанда, уақыт һәм мүйішлерді өлшеу үшін қазірде қолданылатұғын 60 санына тикарланған санақ системасын мирас етіп қалдырған. Айемгі Ур-қаласы сияқлы заманауи археологиялық қазылмалар Месопотамия халқының күнделікті тұрмысы, діни дәстүрлері және социалық дүзілісіне айдынлық кіртпекте. Зерттеулер соны көрсетеді, Месопотамияда анық классик дүзіліс әмелде болып, онда өзге діндегі діни қызметкерлер һәм үкімдарлар айрықша жеңілдіктерге ие болған. Бұнан тысқары регионда өнерменшілік, гүлаллық, металға қайта іслеу беру һәм тоқымашылық гүллеп жаснаған. Бұл болса жергілікті ұсталарға жоғары сапалы өнімлер жарату һәм оларды басқа регионлар менен айырбаслау имканиятын берген. Месопотамиялылар сауда-саттықпенен де белсенді шұғылданған. Бұл Египет һәм Хиндистан сияқлы басқа аймақтардан табылған бұйымлар менен тасдиқланады һәм рауажланған сауда жоллары тармағының бар екенлігінен дерек береді. Енді Оссурлар хүкімдарлығы һәм жаңа Бобил патшалығы тарихына жүзленсек. Гап сонда Бобилдан арқарақта.
Дажла дариясының хауызінде эрамыздан алдыңғы 3-ші мыңжылдықтың ақыры. 2-ші мыңжылдықтың басларынан Ашшур қала мемлекеті жайласқан. Бұл аймақларда жасаған семитлер, хуритлар һәм субарилардың араласуынан Оссур халқы пайда болған. Ашшур атрапындағы аймақлардың болса бай темір кәнлеріне ие екенлігі оның кейінгі рауажлануына да өзінің тәсірін көрсетеді. Яғни эрамыздан алдыңғы 8-ші әсірде ассуриялылар дүниядағы көп санлы жауынгерлерді түзеді. Бұл күшлі жауынгерлер тикарнан қылыш, ұрыс балталары, қалқан, ұшлы темірден жасалған әскери бас киім, сондай-ақ бронлы киімдер менен тәминленген. Ассуриялылары бірінші болып атлы әскерлерден кең пайдалана бастайды. Ассурия әскерлері өздерінің шапәтсізлігі менен ажыралып тұрған. Оларда әскери інтизам қатты еді. Ассуриялылар тұтқынлардың тірлей терсін сытып алу, көзін ою сахналарын суретлеу арқалы Оссур құралы күшлерін жеңілмес екенлігін көрсеткен. Эрамыздан алдыңғы 7-6 асырлерде Саламансар 5, Саргон 1, Сенахериб, Асархадон һәм Ашшурбанапаллар дәуірінде Ассурия әскерлері Египт, Сирия, Финикия, Бобил, Урартуда ұрыслар жүргізеді. Ассурлар олардан көплеген байлық һәм тұтқынлар алып қайтқан. Ассурия хүкімдарлары сарайы Ниневияда жасалма төбелік үстінде құрылып, қорған көрінісінде болған. Оны атрапы қалың беккем оқ ату түйнеклеріменен тәминленген ақ диуалменен оралған. Кіру дарвазасының har екі тарапінде сахи рухлардың адам баслы, денесі болса қанатлы өгізлер көрінісіндегі үлкен хайкеллері орнатылған. Ақырғы хүкімдарлардан бірі Ашшурбанапал 30 мың лай тақтайшалар топланған кітапхана шөлкемлестіреді. Кітапхана қалдықларын археологлар 19-ші асырде тапқан болып, сол кітаплардан ілімпазлар Гильгамеш, Шумер құдайлары һәм Бобил патшалығы тарихына тиеслі мағлуматларды алған. Ашшурбанапалдың өлімінен кейін Месопотамияда ассурлар хүкімдарлығына қарсы көтеріліс басланған. Азли баслаған ассурлар байтақты Арсланлар маканы Ниневияны эрамыздан алдыңғы 612 жылы Бобил һәм Мидия әскерлері басып алып, талап ойран еткен. Жаңа Бобил патшалығы эрамыздан алдыңғы 628 жылы ассурларға қарсы көтеріліс баслығы Набопаланасар тарапынан шөлкемлестіріледі. Оның мирас хоры Навуходоносор 2 дәуірінде Бобил Месопотамияда өз хүкімранлығын толық орнатады. Бобил Азияның ең ірі һәм атақлы қаласына айланады. Онда шет караматтың бірі Семирамида аспа бағлары құрылады. Навуходоносор аты болса еврейлер һәм христианлардың діни кітапларынан орын алады. Азли баслаған Бобил кейінірек Ахаманилер Ираны тарапынан басып алынады. Солай етіп Месопотамия хақлы түрде әйемгі дүнияның рауажлану орайларынан бірі десек болады. Оның математика, астрономия, медицина, сондай-ақ құқық салаларындағы барлық жетіскенліктері бүгінгі рауажланудың зәрурлі басқышларынан бірі болған. Яғни хатте бүгінгі күнде де ілімпазлар Месопотамия хақындағы жаңа мағлуматларды, жаңалықларды ашуда дауам етпекте. Егер бүгінгі мағлуматлар сізге қызық болған болса, біздің каналымызға ағза болуды һәм де лайк басуды ұмытпаң. Шайхунның тарихи суына сүңгуде дауам етің.